інім бергеш саған бірдеңе көрсетемін. Ау тәте, не болды? Саған 100 теңге берейін ба? Иә тәте, беріңізші ма? 100 теңге керек. Саусағыңды аласың. Аха, сосын мұрныңа тақайсың да, мына жерде бүйтіп қасыйсың. Сол кезде ішінен 100 теңге шығады. Өтірік айтпашы тәте, мен тупой көресіз ба? Ей, өтірік айтып отқан жоқпын, құрсын, міне менде де 100 теңгем бар. Қасып шықты ғой жаңа. Сосын кетіп қалады ол тез. Жарайды онда тәте, қазір қасып көрем. 1 2 3 4 5 6 100. Қайда 100 теңге тәте? Не 100 теңге? Мен саған 100 теңге берем дедім. Я 100 теңге қайда менің? Басың істемеймін анау. Жара болып қалды. Мама қайда, мен сені қота. Ешқандай 100 теңге жоқ. Жүресің енді жара болып. Шырам болып қалады анау. Мама! Не істеп отырсыңдар сендер? Не болды балам? Не болды? Маманы қызыңыз дейтін, мен мына жерін қассаң 100 теңге берем деп. Ақша жоқ. Енді жара болып қалды, ауырып жатыр. Ай, сен қуған ағаншық. Неменеге істесесің бұл балаға? Өлтіріп салайын ба сені? Мама өзі ғой тупой, енді мен кінәлі емеспін ғой оған. Мама істеспе мен қызыма, ештеңке қылмайды. Не болды сен балаға жылап соншама? Ана 100 теңге түседі деп сол үшін қасып тастадың ба? Маған да сөйтіп прикол ұстап тастады, просто тоналка жағып қойып едім ғой. Берген, мен сен қызды өлтіремін, біле.